Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін біз яғни қайнатпай жасалатын аганөктің рецептімен бөлісетін боламын. Баклажкада ұзақ сақталу әдісін, қалай атылмайтындай етіп жасайтын әдісін сіздерге толық барлығын айтатын боламын. Видеоны нақты толық соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Кеттік. Бізге керек заттар, яғни помидор керек болады, және де чеснок керек болады, және де бізге аспирин керек болады, және де бізге тұз керек болады. Қазірге айтатын болам, аспирин үшін керек екені. Ең алдымен осының барлығын блендерден өткізіп алатын боламыз. Яғни бізде мына помидорымызды осы кусоктап турап блендерге салатын боламыз. Ал чеснокты соңында бір помидор қалдырып, бірге оны да турап салатын боламыз. Бізде аспирин үшін саламыз, себебі біз аспирин, яғни ұзақ уақыт сақталуға және де атылмауға осы аспиринді қосатын боламыз. Яғни 1 литрге 1 аспирин саласыздар. Менде мұнда 1 литрлік аганөк шығатын болғандықтан мен бір ғана аспирин қосамын. Міне барлығын осылай жасап болғаннан кейін осылай 1 ас қасықтай тұз саласың дәміне қарай, және де мен ашылау болу үшін кішкене ғана красный перец қостым. Оны осылай барлығын дәмін қарап барлығын салғаннан кейін осы манағы аспиринімізді езіп ішіне салып жақсылап араластырып 1 күнге қалдыратын боламыз. Міне 1 күнге қалдырғаннан кейін бізде үсті қою асты сұйық болады. Кішкене ұзағырақ араластырып жақсылап араластырғаннан кейін осындай баклажкамызды жылы сумен 4-5 рет жуып осының ішіне құйып қоямыз. Міне бізде аганөгіміз дайын. Осылай жасап көріңіздер, өте оңай, ешқандай атылмайды, қорықпаңыздар. Ұзаққа дейін сақталады. Рахмет, сау болыңыздар.